қош келдіңіздер. Күлмей жатып тіркеліп лайк басуды ұмытпаймыз. Бүгін белгісіз рухтың екінші бөлімі болады. Мен алдағы демалыста күшті максимальный просмотрлар күтемін. Ал біз видеомызды бастайық. Осы жер сияқты ғой. Дәл осы жер ме екен? Бірақ мына жер қараңғы. Ішіне кіріп көрейін. Ой, бұл мына жер неге қап-қараңғы болып кетті? Көзім дымданды, көрмей тұр. Ай, көзім қарауытып жатыр. Мәссаған, маған не болып бара жатыр? Мәссаған, ол осы жерге кіріп кетті ме екен? Не деген қап-қараңғы, сонда да кіре берейін. Сен мұнда не істеп жатсың? Ояншы. Не үшін өйтіп қалдың? Ояншы. Олай істемесеңші, екеуміз айырылмастай адам етіп қой. Болды, сен маған керек емессің. Осы күнге дейін пайдаланып болған мешіттер. Қалай сонда, бүгін қалай сүйінуге болады? Сен бұлай істемейсің ғой. Маған түк те керек емессің. Сен мен тырнағыма да татымайсың. Қош бол, мә бейшара. Мені құтқарың. Мені құтқарың. Неге бүйтіп қатып қалдың? Қалайша, сен мен сатып кеткенсің бе? Не айтып кеттің? Сен не үшін есімнен танып қалдың? Мен қатты қорқып кеттім. Не болғанда өзім түсінбей қалдым. Мен бір түс көрдім. Ода сен мені пайдаланғаныңды және керек емес екенді айтып жаттың. Ондайларға сене берме, мен ондай емеспін. Көріп жүрсің ғой, күнде қасында жүрген жақын құрбыңмын. Жарайды, үйге барып кішкене отырайық та, содан барып ұйықтайық. Бұл оқиғаны ұмытуға тырыс. Мен қалай ұмытамын? Есіме түсірмек түгілі, ойламайын десем де ойымнан кетер емес. Жарайды, главный үйімізге барайық. Кеттік. Уайымдама сен. Жылай бермеші. Тым болмаса бір үштім сода іші. Рахмет, я жеңілдеп қалдым. Сені психологқа апаратын сияқтымыз. Немене? Мен психологтың алдына бармаймын. Мен денім сау ғой. Сонда да сенің құлағыңа түрлі нәрселер және түннің бір уағында бір жаққа бара бересің. Менің құлағыма шынымен де естіледі. Жарайды, саған сендім, бірақ тым болмаса тексеріске ерте психологқа барып көрейік. Жақсы. Шабырақ болып кетіпті, таң атқан секілді. Ойбай, мынау тағы кетіп қалған ба? Қайдасың? Мына жақта отыр екенсің, көңілің орнына түсті. Сен ерте тұрдың ба? Я, ерте тұрдым. Психологқа барамыз бе енді? Я, әрине барамыз. Сен дайын отсың ба? Я, онда қазір мені күте тұр, бірге баратын боламыз. Келдім. Сен екеуіңді ауыстырмағансың? Өстіп бара беремін. Жоқ, одан да сен мынаны киіп бар. Болды. Жүр кеттік. Не керек деп жеттік? Оны кабинет қайда екен? Не үшін мұңайып тұрсың? Күтінен мұңаймашы. Бәрі дұрыс болады. Жүр, ана жақта сияқты кабинеті. Сәлеметсіз бе, дәрігер? Бұл менің құрбым, қазір болған жайтты түсіндіріп беремін. Негізінде бұл менің құрбым. Бұның құлағына түрлі дауыстар естіліп жүр. Және де ол түнде дауыс мазалай бергесін, дауыс шыққан жаққа қарай барды. Және сол жақта көзі қарауытты ма білмедім. Есінен танып қалды. Содан өзінің өміріне қарсы, яғни жаман түстер көрді. Бұның емі бар ма? Және бұл неден туындаған?
бұл ауру емес, бұл адамның өзіне байланысты болады. Қалай ол сонда? Адамның өзіне қалай байланысты болады? Ол деген адам жақында бір нәрседен айырылған немесе қайғырған деген сөз. Жоқ, мен ешқандай қайғырып, ештеңеден айырылған жоқпын. Ондай болса, әлде бір нәрсе оның есінде қалып, оны көп көрмеген соң құлағына естілген шығар. Жоқ, ол дауыста көмекке шақырып жатқан бір қыздың дауысы болады. Кешіріңіздер, бұл аурудың емі жоқ. Тек білмедім, сол кез келген ауруға қарсы салатын укол бар. Міне ол укол. Мен ана кабинетке барып салдырып келейін. Ал құрбысы сіз күте тұрыңыз. Сіздің құрбыңыздың емі болуы мүмкін. Ол үшін осындай дәріні аптасына 1 рет ішсе болады. Құлаққа дауыс естілгені дәрі ішудің не маңызы бар? Көптеген ақпараттарда сөйлеп жазылған. Жақсы, сау болыңыздар. Кеттік. Неге де келіп жетті. Байқайсың ба, осы уақыт тез өтіп бара жатқан сияқты. Ау, не болып қалды? Ана дәрінің ішкеніне көмегі деген сияқты құлағым тыныштап қалды. Менің ішім сезген. Айтпақшы, осы қаладағы бүкіл адамды кешкі балға ертең кешке шақырып жатыр екен, барасың ба? Әрине, бармай не істеймін? Ал сен ше барасың ба? Әрине барамын. Жүр, түскі асымызды ішіп алайық.